10 жылдың шамасында ғалымдар өлімге әкелетін вирустың көзін іздеп жатты. Іздеу экспедициялары Қытайдың ең асқар таулары мен ең оқшауланған үңгірлерінде жүргізілді. Нәтижесінде олар бұны осы жерде тапты. Шиту үңгіріндегі жарқанаттардың ішінде. Аталмыш вирус 2013 жылы жедел респираторлық синдром немесе SARS эпидемиясын тудырған коронавирус еді. Коронавирустар бұл кішкентай ақуыз шыбықтармен қапталған вирус группалары. Шыбықтары тәжіге немесе латынша коронаға ұқсайды. Коронавирустардың жүздеген түрлері бар. Олардың 7-еуі адамға жұқтырылып, ауруларды тудыруы мүмкін. SARS-CoV коронавирусы SARS тудырады. MERS-CoV коронавирусы MERS деген ауруды, ал SARS-CoV-2 болса COVID-19 ауруын тудырады. Адамдық 7 коронавирустың 4-еуі суықты және жеңіл өте жұқпалы мұрын және тамақ инфекцияларын тудырады. Тағы 2-еуі өкпелерге жұғып, сирек кездесетін ауруларды тудыра алады. Ал 7-шісі болса COVID-19-ды тудырып, айтып өткен ерекшеліктердің бүкілін қамтиды. Оңай тарап, өкпеге қатты әсер етуі мүмкін. Инфекцияланған адам жөтелген кезде вирусы бар тамшылар шашырап кетеді. Вирус тамшылары жаңа адамның аузынан немесе мұрнына жеткен кезде оған жұғуы мүмкін. Коронавирустар жабық кеңістіктерде, адамдар бір-біріне жақын орналасқан жерлерде ең оңай таралады. Салқын ауа райы олардың нәзік корпустарын құрғақшылықтан сақтап, вирусқа тасымалдаушылардың арасында аман қалуға көбірек мүмкіндік береді. Ал күннің ультракүлгін сәулеленуі болса, оларды зақымдауы мүмкін. Бұл мезгілдік өзгерістер тек белгілі вирустарға әсер білдіруі мүмкін. Бірақ жаңа вирусқа қарсы ешкімнің иммунитеті болмаған соң, вирус көптеген потенциалды тасымалдаушыларға ие болып, идеалды жағдайларды қажет етпейді. Денеде вирустың ақуыз шыбықтары тасушының жасушаларына еніп, олармен қосылады. Вирус жасушаның аппаратын басып алып, оны өз гендерін көшіру үшін қолданады. Коронавирустар өз гендерін РНК-да сақтайды. Бұл вирустар не РНК, не ДНК вирустары бола алады. РНК вирустары әдетте кішірек болып, азырақ генді қамтиды. Бұл олардың тез жұғып, дененің ішінде тез көбеюін білдіреді. Негізінде РНК вирустарда ДНК вирустарындағыдай тексеру механизмі жоқ. Сол себепті РНК вирустары көбейген кезде мутациялар деп аталатын қателіктерге көбірек ұшырайды. Мутациялардың көбі қажетсіз немесе тіпті зиянды болып табылады. Бірақ кейбіреулері вирусты белгілі бір ортаға, мысалы жаңа тасушы түрі сияқты ортаға бейімдірек қылады. Жиі эпидемиялар вирус жануардан адамға секірген кезде пайда болады. Бұл нәрсе Эбола, Зика және SARS эпидемиялары мен COVID-19 пандемиясын тудырған РНК вирустарға тән. Адамның ішінде де вирус мутацияға ұшырай береді. Әдетте жаңа бір вирусқа әкелмесе де, түпнұсқаның басқа бір вариациясын немесе деформациясын жасауға жеткілікті. Коронавирустардың басқа РНК вирустардан негізгі айырмашылықтары бар. Олар ең үлкен, ең көп гендері бар вирустардан. Бұл зиянды мутацияларға көбірек мүмкіндік ашады. Ондай қауіпке қарсы тұру үшін коронавирустардың өзіндік ерекшелігі бар. Репликация қателерін тексеретін және сол қателерді түзейтін ферменттер. Бұл коронавирустардың басқа РНК вирустарға қарағанда мутация жылдамдығын азайтып, оларды тұрақтырақ қылады. Бұл кішкене қорқынышты естілсе де, баяу мутация жылдамдығы негізінде вирусты қарусыздандыруға үлкен мүмкіндік ашады. Инфекцияланудан кейін біздің иммундық жүйеміз микробтарды танып алады да, келесі рет жұқтырылған кезде оларды тезірек жоя алатын болады. Мутациялар болса, вирусты біздің иммундық жүйеміз үшін азырақ танымал етіп, олармен күресуді қиындатады. Сондай-ақ, олар вирусқа қарсы препараттар мен вакциналардың тиімділігін азайтады. Өйткені препараттар белгілі вирусқа арнайы етіп жасалынады. Сондықтан бізге жыл сайын тұмауға қарсы жаңа вакцина керек. Тұмау вирусы тез арада өзгеріп, жаңа түрлері үнемі пайда болады. Коронавирустардың баяу мутациясы біздің иммундық жүйемізге, дәрі-дәрмектерімізге және вакциналарымызға инфекциядан кейін оларды тануға көбірек уақыт береді. Сондықтан бұл бізді жақсырақ қорғайды. Біз денеміздің түрлі коронавирустарға қарсы қанша уақытқа дейін иммунитетті болатынын білмейміз. Коронавирусқа қарсы ем немесе вакцина ешқашан болған емес. Біз суық тиюді емдеуге назар аударған жоқпыз. Ғалымдар SARS және MERS-ті емдеу әдістерін жасай бастаса да, індеттер клиникалық зерттеулерден бұрын аяқталатын еді. Біз жануарлардың тіршілік ортасына құл сұғуды жалғастыра берсек, кейбір ғалымдар жаңа коронавирустың адамға таралуы сөзсіз деп хабарлайды. Бірақ егер біз осы білімсіздікпен күресетін болсақ, бұның қаупі азаяды.